Сәлем достар, менің есімім Асқат, және де бұл Апыспай каналы. Бүгінгі видео Арпенес Quechua 4-1 шатыр жайлы. Кеттік. Наконец-то. Палатканың атауы Arpenes Family Quechua 4 адамдық. Бір адам құруға да бар бұл палатканы, бірақ бір адам құратын болса, неге екінші адамды алып келмедім деп боқтап құрады. Мен өзім құрдым. Палатка кіре берсе, бұндай замогы бар, жабылады. Şimdi мындай жабық бөлмесі бар. Масахана дейсіз де бар. Жауып тастайсың. Адаға маса келмейді. Түгелмен жауып тастап. Олай отыруға болады. Маса кірмейді. Мына тордан жер келеді шамалы. Былай қарай шығады жел. Жаңбырдан таза болып отырасыздар. Жабық айналасының бәрі. Мынау енді 4 адамдық деп айтылған. 4 адам қалай жетеді? Сенсатчар. Палатканың төбесіне ауа шығатын, ауа кіргізетін душнасы дерсіз де болады. Ан жағынан кіреді ауа. Барлық осындай ұстататын қазықтары, жіптері, орындарымыз. Инструкциясы өзінің сумкасымен бірге келеді. Мынандай инструкциясы бар. Жоғалмайды, өйткені сумкамен береді. Сумканы жоғалып қойсаңыздар, дорбасын алып отырсыздар. Жалпы енді 4 адамдық дегенмен, меніңше бұл 4 адамға қарауға болатын сияқты. Жалпы походқа, табиғатқа шыққанда өте жақсы ыңғайлы жерге кіре бересіздер. Шайларыңыз, тамақтарын ішесіздер. Рай бар, сосын жатасыздар. Бүгінше осы қысқа осындай Arpenes Quechua палаткасы. Сіздермен болған Асқат. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.